Бұл жұмысқа мен ақша қатты керек болғандықтан тұрдым. Сұрақ жоқ, артық әңгіме жоқ. Қаланың шетіндегі ескі әкімшілік ғимарат, түнгі күзетші. Жұмыс уақыты, түнгі 10-нан таңғы 6-ға дейін. Міндетім қарапайым. Мониторларға қарау, әр сағат сайын ғимаратты аралау. Тым оңай, тым жақсы төленеді. Бір нәрсе дұрыс емес екенін сол кезде-ақ сезуім керек еді. Бірінші түн. Ғимарат өте ескі, ұзын дәліздер, сыдырылған бояу, сықырлаған есіктер. Күндіз мұнда адамдар бар, ал түнде өлі тыныштық. Күзет бөлмесінде 8 камера, кіреберіс, баспалдақ, дәліздер, қойма, аула. Жұмысқа кірерде бастығым бір ғана нәрсе айтты. Егер 3-ші қабаттан бір түрлі нәрсе көрсең, жоғары көтерілме, камераларды қайта жүкте. Мен оны қалжың деп ойладым. О күлген жоқ. Екінші түн. Сағат 2-ден 17 минут кеткенде, 3-ші қабаттағы камерада кедергі пайда болды. Экранда жолақтар, шуыл, сосын дәліздің соңында біреу тұрды. Бойы тым ұзын, қара силуэт. Мен бейнені үлкейттім. Дәліз бос, ешкім жоқ. Бірақ ішім мұздап кетті. 3-ші түн. Жұмыс басталар алдында бастығым тағы айтты. 3-тен кейін бөлмеден шықпа. Неге екенін сұрадым. Ол тек шықпа деді. Сағат 3-тен 3 кетті. Алдымен кіреберіс камерасы өшті. Сосын аула. Сосын 3-ші қабат. Тек бір камера қалды. 2-ші қабаттағы дәліз. Сонда мен оны көрдім. Біреу жүріп келеді. Бірақ қозғалысы дұрыс емес. Әр қадамы үзіліп-үзіліп, кадр секілді. Қолдары тым ұзын, жерге дейін салбырап тұр. Ол камераға жақындады, және экран өшті. Бөлме қараңғыға батты. Сол кезде қадам дыбысы естілді. 1-ші қабатта, менің есігімнің ар жағында. Баяу, ауыр. Есіктің астынан көлеңке көрінді. Тұтқа жайлап қозғалды. Мен есікті құлыптаған едім, бірақ тұтқа бәрібір төмен түсті. Сосын бәрі тынысталып қалды. Кенет мониторлар өзінен өзі қосылды. 3-ші қабаттағы камера жұмыс істеп тұр. Ал экранда мен тұрмын. Дәліздің соңында, камераға қарап. Бірақ мен күзет бөлмесінде отырмын ғой. Экрандағы мен басын көтерді, жымиып жіберді. Аузы шектен тыс кең ашылды. Іші қараңғы бос кеңістік. Сосын ол жүгіре бастады. Камераға қарай. Экран тағы өшті. Сол сәтте арқамнан жылы тыныс сезілді. Құлағымның дәл жанында. Мен қалай сатқа жүгіріп шыққанымды білмеймін. Тек бір нәрсені білемін. Мен артыма қараған жоқпын. Кейін мен жұмыстан шықтым. Бастықтан қалмады. Өзіңді көрдің бе деді. 10 жыл бұрын бір күзетші асылып өлген. Ол да өзін көрген. Қай уақытта екенін сұрадым. 3-тен 3 кеткенде. Арадан жарты жыл өтті. Кейде түнде телефонымда белгісіз видео пайда болады. Атауы 303. Мен оны соңына дейін ешқашан көрмедім. Өйткені видеода мен өз пәтерінің есігінің сыртында тұрмын. Әр жолы сәл жақынырақ. Егер бір түнде есігіңнің тұтқасы жайлап қозғала бастаса, ашпа. Мүмкін ол өзім шығарсын. Есіктің ар жағында тұрған.